ежелгі заманнан бері 12 жылда бір рет күн көпірі ашылады. Сол көпір арқылы таңдаулы аңдар игі мақсатты орындап, жұлдызды аспан қорғаушылары болу үшін жоғары көтеріледі. Күн тоқырауында сиқырлы таудан көкке көтерілген аңдар ғаламат күш иеленеді. Жұлдызды аспанды иықтарымен тіреп, көк күмбезді жерге құлатпай ұстап тұрады. Сол кезеңнен бері 12 жылдың әрбірі батыл аңдардың атымен аталған. Алайда зұлымды айбарлы айдаһар адам сенгісіз бір жоспар құрды. Жұлдызды аспанға көтерілуі тиіс таңдаулы да мәртебелі өзге аңдарды алдап, 12 жыл бойында жұлдыздардың арасында жалғыз қалмақ. Осылайша барша 12 аңның күшін өз бойына жимақ. Жауыз әміршіге бұл ойы бүкіл әлемге қауіп төндіретінін, аспанды бір емес, 12 аңның ұстап тұруы бекер емес екенін айтуға Ақпейіл Масаның ғана даналығы мен батылдығы жетті. Алайда айдаһар Масаның сөзіне құлақ аспай, байғұсты тастап кетті. Ол бар күшін салып әлемді құтқарғысы, өзіңді ақтап алуға тырыспа. Болды, түсіндім. Бітті, бар білетінім осы, шын сөзім. Айдаһардың таңдаулы аңдарды қалай алдағанын айтпадыңыз ғой. Соны айтып берсеңіз. Айдаһар бәріне күн тоқырауы кейінге қалғанын айтып ант су ішті. Ал олардың кедергі жасамайтындан көз жеткізу үшін бәріне Мальдив аралдарына круиз алып берді. Мальдив аралдары. Онда барып көрген емеспін. Мен де барсам ғой шіркін. Қорқыт ата сонда кетті деп естідім. Біз мұнда зұлымдықпен күресіп жүрсек, ол жай барақат демалып жатыр. Айдаһар біраз шығындалған шығар. Қазір ол жаққа билет қымбат тұрады. Естуімше, ол науқанмен ең арзан билеттер алған екен. Әй, қу қақпас. Қап қырсығай. Енді қайттық. Оларды дереу қайтару керек. Сол кезде... Жауыз неме? Оның жоспары осында екен ғой. Ақылды, нағыз жауызға тән әрекет. Достар, біз бөтеннің әңгімесін тыңдап тұрмыз. Бұлай болмайды. Иә, бірақ біздің ниетіміз түзу ғой. Десе де, бұл қылығымызды ақтамайды. Ал менің ата-ана Мальдив аралдарына барған. Жаз сайын ұшып барады. Меніңше, бар мәселе де сонда. Олар өздері ұшады. Қызғанып тұрмын. Мен де шалсам ғой. Ұшу да аса көңілді емес. Бетіне шыбын-шіркей жабысады. Оның үстіне жаурайсың. Достар, меніңше қазір ұшуды талқылайтын кез емес. Жұлдызды аспанның 12 қорғаушысы деген не екен кім біледі? Қазір. Саяхатқа шықпас бұрын мына кітапты алып алғаным жақсы болды ғой. Мәссаған, жанбайды екен. Отқа төзімді делік. Бұл кітапта тура сол аңыз жайлы ақпарат бар. Демек, бұл істі соңына дейін жеткізуге мүмкіндігіміз бар. Достар, бәріміз бір нәрсені ойлап отырмыз деп ойлаймын. Солай ма? 3 дегенде... Бәріміз бір нәрсені ойлап тұрсақ, өзің дауыстап айтсаңшы. Жалғыз айтуға қорқам. Ұяламын да. Ойымыз ортақ болғанмен, неден бастарымызды білмейміз. Оны тоқтатайық! Шытырман оқиға! Ол да жарайды. Онда кеттік, достар!
Biz Тәй-тәй! Biz Тәй-тәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.